Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз жантақ өсімдігінің пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыз. Жантақ өсімдігінің жалпы сипаты. Жантақ бұршақ тұқымдасының туысы. Оны бұталы немесе көп жылдық шөптесін өсімдіктер қатарына жатқызуға болады. Жантақ өсімдігі тамыз айында гүлдейді. Қыркүйек, қазан айларында масақ түсіп, дән байлайды. Оның дәні құрғақ, қоңырқай түсті, бұршақ тәріздес, дәмі қышқылтым өседі. Жантақтың түрлері көп болады. Америка шөлінде 7 түрі, ТМД елдерінде 5 түрі, Қазақстанда 4 түрі кездеседі. Жантақ өсімдігінің биіктігі 40 см-ден 120 см-ге дейін барады. Қазақстанның Каспий, Арал, Ембі, Ертіс, Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Мойынқұм, Іле, Шу, Балқаш, Алакөл аймақтарында өседі. Қазақстанның оңтүстік және орталық аймақтарында қырғыз жантағы және сирек жапырақты жантақ түрі, ал республикамыздың батыс бөлігінде парсы жантағы көп кездеседі. Достар, осы айдың аяғына дейін каналды 10 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бастыңыз ба? Ендеше жалғастырайық. Жантақ өсімдігінің емдік қасиеттері. Жантақ өсімдігінің емдік қасиеттерін халқымыз ерте заманнан ақ пайдаланып келген. Жантақ шөбінің тамыры да, оның сабағы мен масақтарының да емдік қасиеттері мол. Жантақ өсімдігінің құрамында С витамині, каротин, эфир майлары, гликозидтер, флавоноид, сапонин заттары, қант, суда еритін органикалық заттар, К дәрумені, бояғыш заттар және шайыр кездеседі. Медицина саласында жантақтың жер бетіндегі бөлігі пайдаланылады. Жантақ сабақтарын құрғатып, ұнтақ күйінде дәрілік препараттар жасайды. Жемісі мен тамырынан дәрі-дәрмек өндіріледі. Жантақтың іш жүргізетін, несеп айдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Жантақ өсімдігінің жапырақтары мен бұтақтарынан жасалған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке, қуыққа тас байланғанда пайдаланады. Жантақтың тамырынан жасалған дәрілер геморрой түйіндерін және дене сыртындағы жарақаттарды емдеу үшін қолданылады. Жантақтың жаңа гүлдеген кезінде гүлін жинап алып, суға қайнатып, асқазан ішек ауруларына қарсы ішеді. Жантақтың тамырын да суға қайнатып, тізе, буын ауруларына, жүрек соғысы нашарлағанда және тамақ ауруларына да ем ретінде пайдаланады. Жантақ өсімдігі ыстық климат пен жартылай шөлейт, құмды климатта өсетін болғандықтан, қолайсыз климаттың өзінде өзі тұқымын түзуге өте бейімді келеді. Сондықтан бұл өсімдікті ксерофиттік өсімдік деп те атайды. Жантақ шөл және шөлейт далаларда өмір сүретін жануарлардың азығы болып саналады. Далалық жердің топырағының құнарлылығы мен эрозияға ұшырау дәрежесі тікелей жантақ өсімдігінің жамылғысына тәуелді. Сондықтан да жантақ өсімдігінің табиғаттағы орны ерекше. Ара жәндіктері жантақтың гүлдерінен бал жинайды. Оның дәмі кермектеу болады. Адам ағзасы үшін әсіресе жантақ гүлінен жиналған балдың маңызы зор. Жоғарыда айтып өткендей, түйетікен, яғни жантақ, түйе малының сүйіп жейтін азығы. Түйеден өндірілетін шыбат пен қымыранның адам өміріндегі ас ретінде қолдануынан бастап, ағзаның иммунитетін көтеретін, кейбір жеңіл науқастардың бойға дарымауына септігі мол екендігін өмір тәжірибесі көрсетіп жүр. Сондай-ақ адам бойындағы күш қуатын арттырып отыратындығы ерте заманда ақ белгілі болған. Жантақ өсімдігін ұсақ малда, қой, ешкі сүйіп жейді. Үнемі жантақ өсімдігімен қоректенген ұсақ малдарды қосымша емдеудің қажеті жоқ. Олар жемдеген малдан бетер қоңды болып, еті өте дәмді болады. Сондықтан ауылдық жерлердің тұрғындары мал азығы үшін көбісі жантақ өсімдігін гүлдеп, дән байлаған кезде орып, малға
қыстық азық үшін жинап алады. Жантақтың пайдасы. Қабыну сипатындағы ас қорыту жүйесінің бұзылуы кезінде ойық жара, колит, гастрит келесі қайнатпаны қабылдау ұсынылады. Кептірілген жантақ шөбінің 3 ас қасығын 400 мл қайнаған суға құйыңыз. Содан кейін 10 минут қайнатыңыз. Шамамен 1 сағат тұнуын күтіңіз. Содан соң қайнатпаны сүзіп алыңыз. Бір апта бойы тамақтанар алдында жарты сағат бұрын 100 мл-ден ішіңіз. Қабыну процесімен бірге жүретін суық ауруларды емдеу үшін тұмау, тамақ ауруы, отит, синусит келесі инфузия ұсынылады. Кептірілген шөптің 30 грамын 200 мл қайнаған суға құйыңыз. Су мен шөпті 5 минут қайнатыңыз. Тұнба қайнаған соң бөлме температурасына дейін суытыңыз. Тұнбаны сүзіп алыңыз. Содан кейін ауырған құлағыңызға тамызыңыз. Немесе синусит кезінде гаймор қуыстарыңызды 3-4 рет жуыңыз. Тамақ ауруы мен тұмау кезінде тамағыңызды шайыңыз. Терінің жергілікті зақымдануын жою үшін экзема, безеу, фурункул ұқсас рецепт бойынша дайындалған ванналар көмектеседі. Ванналарды қолдану жиілігі мен ұзақтығы емдеу процесіне байланысты өзгереді. Алдымен жиі және ұзағырақ, ал жақсарған кезде сирек қолдансаңыз болады. Тері ауруларының алдын алу және эпидермисті қалыпқа келтіру үшін 80 литр суға 2 литр қайнатпа мөлшерінде жылы суы бар ваннаға қайнатпа қосуға болады. Мұндай ваннада жарты сағаттан аспайтын уақытта қолданса болады. Шөптердің тағы бір инфузиясы жатыр мойны эрозиясын жуу арқылы емдеу үшін де қолданылады. Жантақтың тамыры ісіну кезінде диафоретикалық және диуретикалық препарат ретінде қолданылады. 2 ас қасық кептірілген тамырды 200 мл қайнаған суға құйыңыз. 30 минуттай қайнатыңыз. Тұнбаны салқындатыңыз және тұндырыңыз. Тұнбаны сығып алыңыз. Содан кейін 500 мл көлемінде дейін қайнаған су қосыңыз. Бұл тұнбаны әрбір тамақ ішкеннен соң пайдалансаңыз болады. Жантақ тамырынан іш жүргізетін дәрі осылай жасалады. 2 шай қасық кептірілген тамырды 200 мл суда 5-6 минут қайнатыңыз. 1 сағат бойына осы қайнатпаны суытыңыз. Дайын препаратты аш қарынға ішуіңізге болады. Жантақты пайдалану бойынша қарсы көрсеткіштер. Жантақты бүйрек немесе өт тастары болған кезде қолдануға болмайды. Өйткені олардың қозғалысын және тиісті арналардың бітелуін тудыруы мүмкін. Тер шығару процесінің бұзылуы және шөптің құрамындағы жеке микроэлементтерге аллергиялық реакция кезінде құрамында жантақ сығындысы бар препараттарды қолдану ұсынылмайды. Бұл мақала танысу сипатына ие және кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Құрметті достар, біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Осы видеоны достарыңызға және туысқандарыңызға жіберсеңіз де болады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз қуанамыз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Деніңіз сау болсын.